адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы видеоның басында жатып сіздерден тек қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды аямаңыздар. Барша қолдауларыңызға рахмет. Достарыңызға таратыңыздар WhatsApp желісі арқылы. Енді FIFA ойнап кеткен жандар болса да, соларға жіберіп қойыңыздар. Бұйырса FIFA 23-ті күтетін боламыз. Оған шейін бір даму балайық деген оймен түсіріп жатырмын. Бүгін FIFA Mobile алдыңға кім мықты рубрикасын жасырған едім. Челси командасынан сіздерге кім ұнайды деп. Сол жердегі енді жаңадан келген ойыншыларды көп атап өтті. Стерлинг болсын, Кулибали болсын, Хавертс атап өтті. Өте керемет ойыншылар. Кейбір жандар Абумянг жазып жатыр. Өте керемет, бір серпініс әкелген ойыншылар. Осы жылы енді келесі жылы бұйырса чемпион болуға тырысуға мүмкіндіктері бар. Оны қоя тұрайық. Енді кім мықты рубрикасын келесі видеоларда жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде кішігірім пактар ашатын болам, және видеоның сыртынан көргендей жаңа ойыншыға обзор түсіретін боламыз. Бізде қазір бонусный призилардан жаңа ойыншыларды ұстап көретін болам. Бұл жерде енді 900-дей пак бар. Бұл жерде серб ойыншылары Марокко Робинсон деген ойыншылар шығып жатыр. Клин 75-ші рейтингтер. Көрек, бұл жерде 50 мың монета түсіпті. Өте жақсы. Мына жердегім бар. Бір аздау. Бірден 1000 самоцветті бірден ұстадық. Өте жақсы. Енді қатарынан 90 плюс ұстап олсақ бірден жақсы болар еді. Жоқ, бұл жерде усиление навыков және де тағы. 5 пак ашайық, қалғандарын енді келесі видеоларға алып қоятын боламыз. Енді бұл жерде 4-еу қалды. 4-еуінен көреміз, кімдер шығады екен. Бұл жерде 50 мың монета, әттен 90 мыңды ұстайын ба деп едім, бірақ ұстатпай жатыр. FIFA-сы бар. Бұл жерде көрек. Бірден ашып тастадым, Родри дейді. Собственник 87-ші рейтинг. Ол да бір команда қойылатын рейтинг емес. Өкінішке орай. Мына жерде 83 және де Дибала. Бүгінгі обзор түсіретін Мессидің отандасы 86-ші Дибала. Өте жақсы ойыншы. Енді келесі ойындарды күтетін боламыз. Алдыңғы ойында шықпаған еді, өкінішке орай. Қалғанын алып қойып, енді 90 плюсті бұйырса ұстайтын боламыз. Енді кейбір жандар видеоның сыртынан көргендей, бүгін бізде Лионел Мессидің жаңа карточкасына обзор түсірейін деп жатырмын, достар. Енді Месси өзімде бар. Енді Мессидің айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде де көрек, қалай ойнайды екен, цап позициясында бар. Енді цаппен ойнайтын жандарға бір қазіргі уақытта енді FIFA-да монетаның бір үйлеспеушілігі бар ғой, енді шыны керек. Сатсаң пайда жоқ өзі ойыншыдан. Оның миллионын сіздерден алады, енді оның бәрін қоя тұрайын. Ештеңе артық емес, FIFA жаңа ойыншылар. Мессидің енді жаңа карточкасын енді шыны керек, осы жылы өте керемет карточкалардың бірі. Алдыңғы Лига чемпионның айырмашылығы жоқ, бір аздап характеристикасын көтерген. Бірақ сонда да көрек, карточканың несі ұнады өзі. Бірақ енді бұл ойыншыны өзімді алып қалмас деп ойлап отырмын. Сіздер үшін обзор түсіріп отырмын. Лайкпен басып таңыздар, достар. Қолдап лайкты. Мә бауырым, лайк керек па деп басып комментариян топ қылып жіберсеңіздер болған. Маған сіздерден артық керек емес, достар. Қолдаудан шаршамаңыздар. Сіздер қолдап жатсаңыздар, мен артығын түсіруге тырысам. Осы Мессиді енді қызығып жүрген жандар үшін түсірейін деп жатырмын. Қалай ойнайды? Көбінесе цаптың позициялары осы міне 4-3 атака, көбінесе 4-3 сондайларға араласады. Енді Мессидің позициясы ондай емес. Көбінесе енді арасына шығып тұрады сборныйларында. Бірақ енді өзі правый вингер ғой енді көбінесе. Енді бұл жерде Division Rivals'тардан көрек, ойын қалай, Мессидің несі бар, не айырмашылығы бар деген сияқты. Енді екі Мессимен де ойнап көрейін деп жатырмын. Қалай болады екен көрейін деймін. Енді бөлексің деп бір видео шығарып жатырмын. Осы Мессиге арнап аямай жарытсаңыздар, достар. Тек қолдау сіздерден, басқа ешкімден күтпеймін. Аямай қолдап жіберсеңіздер болғаны. Ал ойын көрек. Месси қалай ойнайды екен? 106-шы рейтинг. Ештеңе усилениесі маған ешқандай үйлеспейді.
өкінішке орай, бірақ көтеріп алуға болады. Енді рыноктағы бағасы өте жайлап түсіп келе жатыр. Одан сайын түсуі де мүмкін. Енді асықпай аламын десеңіздер, көп араласпайды Мессиді. Тек пастар шығап бересің Холландқа, тек пайдаланып тек жасай береді. Қарсыласымызды өте жақсы команда жинақтаған. Рибери, алыстан Месси келе жатыр. Мессимен былай әдемі финт жасап жүресің, және де сол ақай мүмкіндік өте жақсы. Кішкене жылдам топты. Мессидің оң ақайынмен бір шабуылды көреміз, бірақ әттең үйлеспеді. Холландты жіберіп алды. Бұл жерде шабуыл оң ақай кішкене шамал екен көрсетіп қалды. Рибери соққыларындай көрейік. Месси міне кетті, правый вингерде шабуылда, және ой-ой-ой, мына жерде ұзартып ала қоям ғой, тек финт жасап үлгермей алдым, бірден финт жасай қоям ба деп едім, үйлестіре алдым. Месси кетті, міне правый вингер. Ой-ой-ой, кішкен соққысы аздау сияқты, мен ойымша. Қарсыласы бірден жүгіріп үлгерді ме? Әйтеуір Модрич алыстан бір соққы жасады, қиса алаңда әйтеуір ыңғайсыз. Рибери ашылып кетті, Сака тағы да. Ой-ой, Месси кетті, оң ақаймен. Достар, жалғастыратын боламыз. Менің лигама қосылсаңыздар болады. Бұйырса енді жаңа ойыншыларды іздейтін боламыз. Жаңа енді мүмкіндіктеріңізді әйтеуір жасап отырсаңыздар болғаны, біздерде сіздерден артық ештеңе сұрамаймыз. Лига қабылдаймын, барынша енді жоғары рейтинг болсаңыздар тіптен жақсы болар еді. Дамуымызға әйтеуір Қазақстандағы лигалардың ішіне топқа кіруге болады. Ал кеттік, бұл жерде лигадағы немізді көрейін деп тұрмын, енді мүмкіндігімді көрейін деп тұрмын. Месси міне кетті, паспен, және де мүмкіндік. Ой-ой-ой, мүмкіндік бермеді, удары жақсы екен. Мүмкіндік өте керемет пайдаланды. Модрич Рибериге. Міне Мессиді іздеп келе жатырмыз. Месси сол ақаймен мүмкіндікті өте керемет пайдаланды. Мына шансы енді жақсы, және де тағы бір мүмкіндікке кетіп бара жатырған едік, болмай қалды. Месси міне келе жатыр, оң ақаймен финт алда өтеміз, және де оң ақайын өте керемет. Бір финтпен өтіп кетесің ғой ойыншыдан. Рибери кетті, Холландтың сол ақаймен. Месси міне оң қапталдан кетті. Сол ақаймен бір соққысын көрейін деп едім, міне. Әдемі мүмкіндігін жібермейді. Әттең правый вингер болса, мүмкіндікті Саканың орнына бірден. Ал достар, міне енді Месси жақсы, көп араласпады 4-3 атакамен, бірақ енді өз мүмкіндіктерін жақсы пайдаланды. Өз басым енді сап позициясына ең мықты ойыншылардың ретінде бірінші орынға қоя алам. Осы ойыншы енді көптеген кумирлері бар, аңыз ойыншылар шығып бітті уже. Бірақ әйтеуір сол ойыншылардың ішінде топта тұратын ойыншы деп десек те болады. Өте керемет дриблingін бәрін алып шықты. Сол ақай өте жақсы, бірақ мына жерде 5-те 5 берген екен, оң ақай слишком аздау деп ойлаймын өз басым. Сіздерге қалай ұнады ма достар? Ұнаса лайкты басып, каналға тіркелуді ұмытпайық, тек сіздерден қолдау. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.